Vocabulary News Elementary бүгінгі тақырып 23 unit adjectives сын есімдер. People адамдар туралы. Адамдар туралы қолданатын сын есімдер. Хорошо? Енді saying positive good things about people. Жақсы заттар. Адамдар туралы жақсы заттарды қалай айтамыз? Да? Ең біріншісі ол nice. Nice деген приятный адам. Приятный деген жақсы адам деген сөз. Енді егер біз просто nice десек, да, смотрите, good деген сөз бар. Good деген жақсы адам деген сөз. Good, he's a good person. Да? He's a nice person. Nice деген ол good'тан жақсырақ. 2 звездочка. Егер nice'тан да жақсы болатын болса, онда wonderful, керемет адам деген сөз. 4 звездочка. Хорошо? Ron is a wonderful teacher. Ол керемет мұғалім. Да, бірақ біз егер wonderful қолданатын болсақ, very деген сөзді, ол өте керемет қазақ тілінде айтуға болады да, ағылшын тілінде бірақ олай айтылмаймыз. То есть двойной күшейту болып кетеді да. Сол үшін просто wonderfulды қолдандық па, все wonderful жетеді. Енді егер біреу добрый болса, басқа адамдармен жақсы араласатын болса, то есть басқаларға жақсылық көрсететін болса, онда ол kind, добрый деген сөз. She's very kind, ол өте андай добрый адам. She helps me, ол маған көмектеседі. Басқаларға көмектесетін, қарайласатын адамды kind деген сөз. Так, тағы да егер адамдар туралы тағы да жақсы заттарды қалай айтамыз? Lovely десе болады. Lovely деген сын есім, ол бізде мен оны жақсы көремін өте қатты. То есть ол күшті адам, мен оны прям жақсы көремін деген сөз. Love деген сөзден шыққан ғой, да, жақсы көру. Lovely деген, то есть мен оны өте қатты жақсы көремін деген сөз. Да, ол күшті адам. Very kind, өте жақсы адам. Очень добрый. Өте добрый деген. Lovely. Енді easy going. Easy деген оңай, going деген бару. Easy going адам болса, онда онымен болу жақсы. То есть ол басқалармен жақсы араласады. Easy going. Ол андай қатайып қалған, түрі суық адам емес, наоборот жылы, ақжарқын, басқалармен жақсы сөйлесетін, тіл табысып кететін адам деген сөз. Easy going. Хорошо? Енді happy деген адам бар. Happy person ол жалпы андай көңілі ашық адам, бақытты адам десе болады. Да, happy. Енді оның антонимі unhappy. То есть ол басқаша. То есть именно наоборот, бақытсыз адам деген сөз. Intelligent деген ақылды. Еще тағы да қолдануға болады clever. Intelligent, clever. Екеуінің мағынасы бірдей. Екеуінің мағынасы ақылды деген сөз. Енді негатив. Жаман заттар адамдар туралы. Егер адам онша емес болса, онда not very nice дейміз. Да? He's not nice. He's not very nice. 2 звездочка. Егер ол өте жаман адам болса, онда horrible дейміз. 4 звездочка. Ол ужасный адам деген сөз. Енді Margaret is a horrible woman. Ол ужасный әйел. Nobody likes her. Ешкім оны жақсы көрмейді. Енді my uncle is a difficult person. Ол өте қиын адам. То есть онымен тіл табысу қиын өте. He's never happy. Ол ешқашан бақытты емес. Да? Енді the waiter is stupid. Stupid деген жаңа clever дегенге антоним. Stupid деген ақымақ, туплас деген сөз. Тупой. Stupid. Stupid деген сөз өте қатты мағынада қолданатын сөз. 4 звездочканың сөзі. Хорошо? Енді selfish. Selfish деген ол бізде эгоист. Өзін ғана ойлап қалған адам. Хорошо? Егер біз кішкентай балалар туралы айтатын болсақ, егер ол жақсы, сыпайы бала, өзін жақсы ұстайтын бала болса, онда good. Да? Good children, жақсы балалар. Немесе well behaved. Well behaved деген жақсы тәрбиесі бар, тәрбиелі бала деген сөз. Good деген жақсы, well behaved деген тәрбиелі бала. Егер бізде тәрбиесіз бала болатын болса, онда naughty деген сөз қолданылады. Naughty деп жазылады. Naughty. Naughty деген бұзық бала деген сөз. Хорошо? Енді prepositions. Осы сөздермен қандай предлогтарды қолданамыз?
nice жақсы болу, kind добрый болу, wonderful керемет адам болу, to me маған. Ол маған өте жақсы адам боп қарады. Ол маған өте добрый боп қарады. Ол маған керемет адам болды. То есть менімен қарым-қатынасы жақсы болды деген сөз. Маған сондай болды деген сөз. Енді horrible ол ужасный адам болды. Маған тоже to me. Да? Ол менімен жаман араласты деген сөз. Енді nice of you. Сенің жағыңнан бұл жақсылық болды. It was nice of you to remember my birthday. Сенің жағыңнан андай приятный, nice немесе kind of you. Kind деген доброта. То есть сенің жағыңнан жақсы қарым-қатынас болды. То, что сен менің туған күнімді есіңде сақтап қалдың. Сен жағыңнан осындай жақсылық болды. То есть қандай жақсы адам едің, менің туған күнімді есте сақтайтын деген сөз ғой. Nice of you, kind of you деген. Окей? Енді тапсырмаларға көшейік. Тапсырмалар бізде мынандай. Мына жерде сөйлемдер берілген. Complete the sentences. Мына сөйлемдерді жаңағы артта қалған сөздермен толықтыру керек. Да, мыналарды егер өздерім істей алам десеңдер, онда қазір паузаға қойып, мына жерге арт жақтағы сөздерді мына бос орындарға қойып шығыңдар, қайсы жақсы, жаман дегенді. Хорошо? Пауза қойыңыз и істеп көріңіз. Окей. Енді қазір көрейік. Біріншісі, Mary is very nice. Mary өте жақсы адам. She is more than nice. Ол жақсы адамнан да мықты. Ол wonderful. Ол керемет адам. She is wonderful. Келесі. Was George not very nice to you? George саған онша жақсы емес болды ма? То есть сенімен жақсы емес араласты ма? Ол болды өте. He was really horrible. Ол өте ужасный адам болды. He's really horrible. Да? Horrible. Біреу ма, екеу ма? Есімде жоқ. Қарай салыңдар. Хорошо? Келесі. Let me carry your bag. Давай мен сенің сумкаңды көтерейін. Oh, thanks. Рахмет. Бұл сен жақтан болған жақсылық. That's nice of you. Қандай жақсы адам едің деген сөз. Is your little brother well behaved? Сенің кішкентай інің тәрбиелі бала ма? No, жоқ. He is тәрбиесіз деген қалай еді бізде? Naughty. Окей? Енді мына жерде бізде кроссворд берілген. Кроссвордта 1, 2, 3 деген сөздерді жазу керек. Selfish деген сөз уже мына жерде берілген. Мына бос орындарға жазамыз. Біріншісі SU берілген. Значит, бізде болады ақымақ деген тупой. Stupid. Stupid ба? А что stupid келмейді? Неге stupid келмейді? Интересно. Ладно, давай келесін көрейік. Үшінші lovely. Жақсы адам, мен оны жақсы көремін деген сөз. Енді қиын адам. Difficult. Енді бесінші nice. Жақсы адам. Алтыншы easy going. Сосын жетінші horrible. Так, мына жерге бізде stupid болу керек еді, что-то бір не артық болып қалды. Ладно, stupid. Что-то артық болып қалды. Ладно, хорошо. Енді мына жерде сен қандай адамсың? That describe you. Сені сипаттайтын сөзді айналдырды. Easy going. I am, мен, easy going. Мен оңай тіл табысуға болады. Easy going. Sometimes difficult. Мен анда-санда қырсық қалам деген сөз. Да? Kind to animals. Добрый жануарларға. Мен өзім туралы айтып отырмын. Сендер өздерің не алсаңдар болады. Sometimes stupid. Кейде мен басым істемей қалады. Да? Кейде ақымақпын. Мен бақытты адаммын. Intelligent. Ақылды адаммын. Selfish. Өзімді
мына өткізе салайық. Ладно. Horrible to some people. Кейбір адамдарға өте жаманмын. Жоқ. Nice to my friends. Достарыма жақсы адаммын. Иә. Аша. Correct preposition. Дұрыс предлогты қою керек. To деген біреуге, of деген сенен маған қарай деген сөз. Сен қандай едің деген сөз. The teacher is never horrible. Мұғалім ешқашан жаман емес. To the students. Оқушыларға. It's kind to help me. Маған көмектескенің сен жақтан жақсылық болды. Of you. Barbara was wonderful. Барбара өте жақсы болды. Маған. To me. It was nice to ring me. Маған звондау оның тарапынан жақсы болды. Of me. Nice of her. Аша. Так, осылар жазып алыңдар. Келесі сабақ тағы да бірдеңе өтеміз. Келесі сабақ көріскенше.